Bir taqvo mo'min kishini bir yevriy ayol azg'irgisi keladi. Сонымен оны азғыра алмайды жаңа. Былай көреді, соңында намаз мешіттен қайтып келе кезде үйіне ойбай деп айқайлап көмекке шақырып кіргізіп алады да, сонымен алдына ультиматум қояды ғой. Мына кеседегі арақты ішесің, не болмаса менімен зина жасайсың, не болмаса мына баланы өлтіресің дейді. Егер үшеуінің біреуін істемесең, онда мен сені менімен ойнастық жасады деп айқайлаймын дейді Аллаға шығып алып. Бүкіл халықтың көзінше мен сені шәрмәнда қылам дейді, оңтүстіктің тілімен айтқанда. Позор қылам дейді. Сонда жаңағы кісі енді шыға алмай, не істерін білмей қалады ғой. Сөйтеді не істейді? Адам өлтіру күнә дейді. Зина жасау ол вообще барып тұрған күнә дейді. Не болса да мына арақты ішіп шығып кетейін мына жерден дейді ғой. Сөйтіп арақты ішкен кезде есінен айырылып қалады жаңағы кісі. Сөйтіп ана әйелмен зина жасайды. Ана бала оны көріп қойды деп баланы өлтіріп тастайды соңында. Уммул хабайс, бүкіл жамандықтың кілті бұл арақ. Арақ және оның нелері серіктері. Қандай серіктері бар? Анаша бар. Жаңа искейтін бәлематарлар бар қазір. Пиво бар, вино бар. Не бар тағы? Оның барлығы не? Оның барлығы арақтың серіктері, ақылды құртатын. Оның барлығының әрекеті осы дейді, соңында апаратын нәрсе. Ішіп істеп қойыппын дейді. Білмей қаппын мен дейді. Қаяқтан білесің сен, арақ сенің ақылың жоқ қылып жіберді ғой. Көрдіңіз бе? Өзінің шешесін өлтіріп тастағандар бар. Балаларын, әйелін өлтіріп тастағандар бар. Немен? Арақпен. Немесе жаңағы нашамен, бірдеңемен. Бұның арты өкініштен басқа ештеңені әкелмейді дейді.